Ауыл мен туып өскен балалықтың ең тәтті естелігі қалған жер. Мектеп, армандар басталған мекен. Уақытты артқа бұрып, қайта оралмас сәттерді бір еске алғым келді. жылы Алматы қаласынан колледжді бітіріп, Кентау қаласына жақын туған туысқандарымның қасына өз ісімді бастасам деген үмітпен келген едім. Қолымда бір ғана кішкентай сөмке, жүрегімде үлкен арман. Сол сөмкеде аз ғана күміс бұйымдар. Базарға барып, күміс сатудан өз кәсібімді бастадым. Қарапайым сөре, ыстық күн, алғашқы тұтынушылар. Бәрі де мен үшін үлкен мектеп болды. Кентауда басталған алғашқы қадамым мен үшін үлкен сабақ болды. Алайда сауда ойдағыдай жүрмей, табыс аз болған соң, батыл шешім қабылдауыма тура келді. Армандарым шектеліп қалмасын деп, бағытымды өзгертіп, үлкен қала Түркістанға бет алдым. Түркістан базарынан орын алып, қайтадан күміс сатуды бастадым. Қала, жаңа орта, жаңа клиенттер, бәрі жаңадан басталғандай болды. Сауда біртіндеп жүре бастады. Тұтынушыларым көбейді. Менің де өз ісіме деген сенім күннен күнге арта түсті. Бірақ бәрі керемет болды деуге әлі ерте еді. Қолымда аз ғана күміс, ал ойымда оларды молайтып, кәсібімді кеңейту. Алайда ол кезде тауар айналымын ұлғайтуға жеткілікті қаражат болмады. Сонымен қатар базарда бұрыннан сауда жасап келе жатқан әріптестерімнің өз тұрақты клиенттері бар. Олармен бәсекелесу де оңай болған жоқ. Осылайша үлкен шешім қабылдап, заттарымды жинап, Жаңақорғанға қарай жол тарттым. Бұл жол мен үшін тағы бір жаңа бастама, тағы бір мүмкіндік болды. Уақыттар зымырап, өтетін 5 күнде, жаныма жақын деп, сенбеші ешкімге, бұл тағдыр сенікі, жазғай табасынан, өтетін кететін, сынаққа дес бермей, тұрсаңшы бұл енді. Жаңақорғанға келіп, қолымдағы сол жалғыз сөмкемен базарды аралап, күмісімді саттым. Бұл жолы мені мүлде басқа атмосфера күтіп тұр екен. Жаңақорған халқы ерекше ықыласпен, жылы қабақпен қарсы алды. Саудам ойдағыдан да жақсы жүре бастады. Бірақ мен мұнымен тоқтап қалмадым. Анамның жақын құрбысы арқылы емханаға барып, сода жұмыс істейтін медбикелер мен дәрігерлерге күміс бұйымдарымды ұсындым. Ұятты ысырып қойып, әр есікті қағып, адамдармен сөйлестім. Уақытты созбай, бірден шешім қабылдап, тұрақты сауда орны, арендаға орын іздеуге кірістім. Көп ұзамай Жаңақорғаннан арендаға тұрақты сауда орнын тауып, кәсібімді жаңа деңгейге көтердім. Сол жерге орнығып, күміс бұйымдарымды ұсынуды жалғастырдым. Адамдар үйреніп, тұрақты клиенттер пайда бола бастады. Ішкі түйсігім бұл жер менің келешегіме айналатынын анық сезді. Тағы бір қуантқаны, бұл жақта бұрынғыдай үлкен бәсекелестік жоқ еді. Сауда жасап жүрген әріптестер аз болғандықтан, өз орнымды табу да, тұтынушыларымның сеніміне ие болу да әлде қайда жеңіл болды. Арендадағы орында 1 жыл жұмыс істеп, сосын тура қарсы беттен жер сатып алдым. Әкем екеуміз әдемі кол дүкенінің құрылысын бірге бастап, қысқа уақыт ішінде аяқтап шықтық. Бұл мен үшін ғана емес, әкем екеуміздің ортақ үлкен жетістігіміз дей аламын. Өйткені алғашқы дүкенімді салуда әкемнің көмегі ерекше. Құрылыстың басынан аяғына дейін жанынан табылып бар күшін салды. Әкемнің сол еңбегі, қолдауы менің өмірімдегі ең үлкен тіректердің бірі болды. Дүкенімізді үлкейту үлкен арманымыз еді. Сол арманымызға сеніп, әрекетке көштік. Сөйтіп, Бай Джеверли дүкенінің құрылысын бастап, 2022 жылы жаңа дүкеніміздің есігін аштық. Ол күннен бастап, клиенттеріміздің күннен күнге көбейіп, қолдау білдіріп келеді. Ұзақ еңбек пен табандылықтың арқасында бүгінде кішкентай болса да, кәсіпкер атанып өз ісімізді дамытып келеміз. Алдымызда әлі талай мақсат бар, бірақ ең бастысы бастаудан қорықпау және бірге болу. Өтеді өмір, өтер жалған,
пендеде таусылмайды арман. Адамзат жүріп өткен жолды бәлкім соңында күтер бір мән. Адамзат жүріп өткен жолды бәлкім соңында күтер бір мән.